Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арналған сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізгі тақырыбындағы алғашқы жолдауын қазығұрттықтар талқыға салып қолдау білдірді. Алмасбек Мамытбеков бастаған облыстық ақпараттық насихаттық топ аудан жұртшылығымен кездесіп, жолдауда айтылған басым бағыттарға мән берді. Жиында ақпараттық топтың лекторы Айтай Бахадыр жолдауда айтылған негізгі мәселелерге тоқталды. Ондағы басым бағыттың бірі әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі бөлімі, білім беру сапасын арттыру және еңбек ресурстарының балансын есепке алудың тиімді әдістемесін әзірлеу, мамандарды даярлаудың отандық жүйесін жетілдіру мен оқушылардың қабілеттерін анықтауға негізделген кәсіптік бағдар беру сияқты басымдықтарға ерекше көңіл бөлінді дейді лектор. Жолдауда мемлекет басшысы барлық салаларды негізінен қамтыған, негізгі сұрақтарға, халықтың көкейіндегі сұрақтарға жауап берген. Соның ішінде айтатын болсақ, білім беру саласы. Орта білім беру саласында ұстаздардың жалақысының алдығы 4 жылда 2 есе асатындығы, 2020 жылы 25% асатындығы айтыла отырып, оларға тағы да, одан басқа да оларға жүктеп тапсырма беріп отыр. Ол қандай тапсырма? Яғни дарынды балдарменен жұмыс жасау қажеттілігі және оны жоспарлы жүзеге асыру қажеттігі. Сонымен қатар кәсіби бағыт-бағдарды мектепте жүргізу керектігін атап көрсетіп отыр. Түс ауа аудандық саз мектебінде ұстаздармен кездесу ұйымдастырылды. Қатысушылар ел тұрғындарының өмірі мен тұрмысын жақсартуда, экономикасы дамыған, әлеуеті жоғары мемлекет қалыптастыруда осы жолдауда қойылған міндеттердің маңызы өте зор дейді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы жасаған жолдауы мұғалімдердің, әсіресе ұстаздардың көңілінен шықты деймін. Соның ішінде білім саласына қойып отырған, яғни үлкен талап деп түсінеміз жалақыны көтеру. Жалақының 2 есеге көбею деген сөзді біз былай деп түсінеміз. Өзімізге берілген жұмыстың, яғни тағы да міндетіміздің жүктелгені, молырақ болғаны, еңбекті көбірек тер төгетініміздің, яғни бізге айқындап көрсетіп беріп отыр. Жиынға қатысқан аудан тұрғындары әлеуметтік көмек көрсету жүйесін дамытуға көңіл бөлінгені де қуантарлық жағдай деп біледі. Мемлекет басшысының елге айтқан жолдауында халықтың көкейінде жүрген көптеген мәселелер айтылды. Президентіміздің жолдауын қолдап, жүргізіп отырған саясатына сенім артамыз деп тарқасты. Қазығұрт ауданынан Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Сапарбек Қалботаев, Садыр Абдуманап, Тұран Ньюс.